Келесі 39-шы есеп А және А, Б, С, Д нүктелері координаталық түзуде рет-ретімен орналасқан. А, Б, С, Д. А ол -5, А -5 және С ол 5, нүктелерінің координаталары берілген. Егер А, Б тең минус, тең 1/4 БС-ға. Және де СД тең болады 3/2 БС-ға, иә? А және С нүктелерінің координаталық қарама-қарсы болса, онда Д нүктесінің координатасы қандай болады дейді. Еще бізде модульмен беріліп тұр ма? Да. Так. Қарама-қарсы болса, А мен С сонда қарама-қарсы, иә? Сонда бұның ортасы менде 0 бар деген ғой. Онда Д нүктесінің координатасы қандай болады дейді. Так, не істейміз? Менде айтып тұр А және Б, ол менде 1/4 БС-ға, иә? Сонда бұл нені білдіреді? Мен 4-ті АБ-ға апарамын. 4 көбейтілген АБ тең болады БС-ға. Сонда менің мына АБ-ымды 4-ке көбейткенде мына БС-ға тең болады дейді ғой. Сонда бұдан қандай қорытынды? БС-ны біз 4-ке бөлеміз. Яғни айтқанда 4 штук болу керек, АБ сияқты. 4-ке бөлейік. Қақ ортасынан 1 бөлеміз. И мына жақта екі жағынан 1 бөлеміз. Сонда 1, 2, 3, 4-ке болды. И қақ ортасы менде неше мыналардың арасынан? Қақ ортасы ол менде 3 болса, қақ ортасы еще мына жақта оның қақ ортасы. Қақ ортасын басқа цветпен қақ ортасы міне оның қақ ортасы. Бұл менде 0. Сонда мына 0 болса 1, мына жақта 2 бар. Мынау 3, мынау 4. Еще минустан бар. -1, -2, -3, -4. Ал мыналар 0, 1, 2, 3, 4, 5. Тауып алдық. Сонда мына АБ-ларымның арасы 2 сантиметрден, яғни 2 координаталық нүктеден. Так. Енді не істейміз? Енді мына жақта келесі не дейді? Ол менде айтады СД 3/2 БС-ға дейді. Бұдан қандай қорытынды аламыз? Яғни айтқанда мына СД-мыз ол менде БС-ны 3 рет көбейтіп 2-ке бөлгенге тең. Немесе 2 СД бөлінген 3-ке тең БС-ға. Мына СД-ны 2-ке көбейтіп, оны 3-ке бөлгенде ол менде БС-ға тең болады. Так, сонда ол қалай болады? Мына БС-мыз көріп тұрық қой. Арасы неше сантиметр? Так, 3, сосын 5, арасы 8 сантиметр. Сонда СД-м ол менде 3 бөлінген 2 көбейтілген 8. Қысқарады. 4 тең болады 12. Мына С мен Д-ның арасы ол менде 12 сантиметр. Так, сызайық сонда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, мынау мен 12 болады. Сонда 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Сонда біздің Д нүктесінің координатасы қандай болады? Д нүктеміздің координатасы менде 17-ге тең. Жауабы С нұсқасы болады.